Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Бүгін біз Жапон халқы неге ұзақ өмір сүреді және не себепті жас көрінеді деген сұраққа жауап айтатын боламыз. Жапон халқының ұзақ өмір сүруі мен жас көрінуінің бірнеше негізгі себептері бар екен. Олар өмір салтынан, тамақтану әдеттерінен, денсаулық сақтау жүйесінен және мәдени ерекшеліктерден туындайды. Біріншісі дұрыс тамақтану. Балық және теңіз өнімдері. Жапон тағамдарының негізгісі омега-3 болып келеді. Ол май қышқылдарына бай балық. Ол жүрек-қан тамырларына пайдалы. Екіншісі көкөніс пен жеміс-жидектер. Рационда көкөністер, теңіз балдырлары, жасыл шай және жемістер көп қолданылады. Үшіншісі төмен калориялы тағамдар. Майлы және калориясы жоғары тағамдар аз тұтынылады. Күріш, мисо сорпа, тофу сияқты жеңіл тағамдар жиі тұтынылады. Бөлшектеп жеу. Тамақты жапондықтар аз мөлшерде, бірақ жиі жейді. Бұл асқазанға түсетін ауыртпалықты азайтады. Жапондықтардың тағы да ұзақ өмір сүру үшін әсер ететін екінші бір жағдай бұл физикалық белсенділік. Жаяу жүру. Көлік орнына көп жағдайда жаяу жүруді немесе велосипедті пайдаланады. Денсаулықты сақтау мәдениеті. Тәнді шынықтыруға арналған йога сияқты түрлі спорт түрлерін қолданады. Стрессті азайту. Жапон халқы медитацияға, табиғат аясында серуендеуге, тыныш өмір салтын ұстануға көп көңіл бөледі. Бұл психикалық денсаулыққа оң әсерін тигізеді. Денсаулық сақтау жүйесі. Жапонияда жоғары сапалы және қолжетімді медициналық қызмет бар. Сонымен қатар алдын алу шаралары мен ерте диагностикаға ерекше мән береді. Ақпарат пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз.